Бейнероликтің тұрақты демеушісі OneX компаниясы жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету сервисі тек сол жерде. Төмендегі сілтемемен өтіп арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, сіздерді ақшалай бонустар күтеді. OneX сілтемесі төменде. Криштиану Роналду футбол тарихындағы ресми матчтердегі үздік сұрмерген атанды. Эден Азар Фенербахчеге жалға өнер көрсетуге кетуі мүмкін. Ал PSG сияқты ақша қапшығыда Лео Мессидің айлығын көтере алатындарына сенімді емес. Осы және де өзге де қызықты жаңалықтар топтамасы дәл осы бейнероликте. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Globe Soccer Awards нұсқасы бойынша жылдың үздік футболшысына берілетін жүлденің Дубайда өткен марапаттау рәсіміне Роберт Левандовски мен Криштиану Роналдудың ұлы кіші Криштиану көзге ерекше түсетін құнды сағаттарын тағып келді. Тілшілердің зерттеу нәтижесі бойынша кіші Криштианудың сағаты Баварияның форварды таққан сағаттан 8 есе қымбат екені анықталды. Польшалық ойыншының сағаты 58 мың евро болса, 10 жастағы Ювентус академиясы ойыншысының сағаты 485 мың евро тұрады. 10 жасымда менде құны бұндай сағат түгілі, сол сәтте небәрі 20 мың теңге тұрған велосипедте болмаған. Ақша ең маңызды зат емес. Әлемдік FIFA футбол федерациясы Еуропалық суперлигада ойнайтын футболшылар әлем чемпионаты мен Еуропа чемпионатына қатыспайтынын ескертіп ресми хабарлады. Еске салсақ, футбол бірлестіктері Чемпиондар лигасы мен Еуропа лигасын алып тастап, ортақ суперлиганы ашуды жоспарлап отыр. Бірақ бұған УЕФА мен FIFA наразылық танытты. Айта кететін бұған көптеген жанкүйерлерге қарсы. Не ашса да оны ашсын, бастысы Чемпиондар лигамызға тиіспесе болды. Ресей ұлттық құрамасының экс-ойыншысы Александр Кокорин Фиорентина футбол клубының басты трансферлік мақсатына айналды. 29 жастағы мәскеулік Спартактың футболшысын итальяндық клуб осы қыста сатып алуға ниетті. Егер трансфер іске асса, Италия көшелерінде Сане бұзақылық жасамай тыныш жүрсе болды. Марка баспасының ақпаратына сүйенсек, Давид Алаба Мадридтік Реалмен келісім шартқа отырып қойды. Келісім мерзімі 4 жыл, ал футболшының жалақысы 11 миллион евроға жақын. Австриялық қорғаушы патшалық клубқа осы жазда қосылады. Алайда оны Перес не мақсатты алғанын түсінер емеспін. Өте тамаша ойнап жүрген Мендидің сол қапталына ма, әлде Серхио Рамостың орнына ма? Қателеспесем, Алаба ортада мүлде ойнай алмайды. Пікірлеріңізді комментарийге күтемін. Ағылшын премьер лигасының 19-шы турындағы Челсидің Лестерден құрғақ есеппен көрген жеңілісінен кейін Роман Абрамович Фрэнк Лэмпардтың орнына кандидаттар іздеуде. Басты үміткерлер әрине Томас Тухель мен Массимилиано Аллегри. Жалпы Челсидің жеңілісіне меніңше Лэмпардты кінәлау қателік болар. Футболшыларды бір-бірден сатып алып, дәл солай бір-бірден негізгі құрамға қосып, клубта көп жыл ойнаған ойыншылармен сіңістіру керек. Ал Абрамович бірден негізгі құрамға жаңа футболшылар алып, нәтижені дереу талап етуде. Мадридтік Реалдың Испания кубогіндегі жеңілісінен кейін Флорентино Перес Италияға барып, Ювентустың жаттығу базасында Криштиану Роналдумен жолықты. Кездесуде ойыншының жеке агенті Жоржа Мендешті болғаны белгілі. Десе де қос тараптың қандай тақырыпта сөйлесіп, не себепті жолыққандары жұмбақ болып қалды. Болжамдарыңызды комментарийге күтемін. ESPN баспасының мәлімдеуінше, Мексика чемпионатының кезекті матчінде Тигерс клубының бас бапкері шылым шегіп бір ойынға дисквалификациялды. Жалпы спортта никотинге мүлде орын болмауы тиіс. Келіссең, лайк қадауды ұмытпа. Бірінші дивизиондағы клубтар санын 12-ге дейін қысқартуы мүмкін. Ресейлік премьер-лиганың жанкүйерлері чемпионат тарихындағы үздік легионер лауазымына дауыс берді. Ресейлік жанкүйерлердің пікірінше үздік легионер бразилиялық Халк атанды. Ал меніңше РПЛ тарихындағы үздік легионер қателеспесем Вагнер Лав. Мадридтік Реалдың шабуылшысы Эден Азар түркиялық Фенербахче сапынан жалға өнер көрсетуге кетуі мүмкін. Аталған түркиялық клубтың президенті Хасан Четинка бельгиялық футболшыға қызығушылық танытуда. Испаниядағы сыбыстарға сенсек, футболшының өзі де бұған қарсы емес. Алдымен Озил, енді Азар жақын арада түркі бауырларымыздың жерінде жұлдызды мұсылман футболшыларының жинағы жасақталатын сияқты ғой шамасы.
Италия суперкубогының финалда гол соғып Ювентуске жеңіс сыйлаған Криштиану Роналду футбол тарихындағы ресми ойындарда гол соққан үздік сұрмергендер көшін тізгіндеді. Матчтың 64-ші минутінде есепті ашқан португалдық форвард мансабындағы 760-шы голын соғып, чехиялық Йозеф Биценді басып озды. Басқа басылымдар бөлек санақ жүргізсе де, бұл жерде нақты ресми голдар саналуда. Барселонаның Испания суперкубогының финалдағы жеңілісінен кейін Лионель Мессидің клубтан кетуі жөніндегі сыбыстар жаңа толқын алып басты үміткер ПСЖ саналды. Алайда Парижді клубтың өкілдері Леоға жыл сайын 26 миллион төлей алатындарына күмәнмен қарауда. Пандемияға байланысты туындаған дағдарыс тіпті ПСЖ, Ман Сити сияқты үлкен катарлық әмияны бар клубтарды да қинауда. Егер Лео ПСЖ-ға ауысса, Мбаппе мен Неймар міндетті түрде сатылуы тиіс. Ал аргентиналық ойыншы қазіргі жалақысынан әлде қайда төмен айлыққа көнуге міндетті. Комментарийге пікірлеріңізді жазып, ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Бейнероликке лайк басып, арнамызға және инста парақшамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.